Бәріне сәлем. Бұл видеода біз осындай ерекше косметика тігуді бастан аяқ үйренетін боламыз. Ендеше қажетті материалдармен танысайық. Ең бірінші бізге негізгі мата қажет болады. Мен осы жолы формасын ұстайтын дак матасын алдым. Қандай мата таңдаймыз және неше метрден қажет екенінің барлығын описание бөліміне жазып қоямын. Екінші бізге астарлы мата қажет. Менде бұл Ранфорс матасы. Сосын бізге осындай сыдырма қажет. Мен метрлік сыдырманы алдым. Сіз 60-50 сантиметрлік замокты алсаңыз болады. Мынау бегунова. Түсіне сай бір жіп. Сосын бізге кішкентай осындай дублерин қажет болады. Менде ақ түсі болмады, сол себепті қара түсін пайдаланамын. Ең соңғы бізге қажет зат бұл бізде косметиканың ортасына салынатын мақта. Менде бұл Альпа Люкс. Сіз синтепонды да ала аласыз. Ендеше лекаламызды сызып алайық. Бізге 48-де 61 болатын 4 бұрышты сызып алу қажет болады. Мен мына жағына 48-ді сызамын. Және мына бөлігі менде 61 болады. Енді центрді тауып аламыз. 48-дің жартысы бізде 24. 48-де 61. Енді мына жоғары жағынан төменге қарай 6 сантиметрді сызамыз. Осылай созамыз. Ал мына жақтан ішке қарай 13 сантиметр сызамыз. Мына жақ 6. Енді мына жоғары жақтан ішке қарай 13-те 5-ті сызамыз. Мына жақтан да, мына жақтан да, мына жақтан да бірдей 13-те 5, 13-те 5, 13-те 5, 13-те 5. Енді осы нүктелерді қосамыз. Енді мына пайда болған нүктеден ішке қарай 12 сантиметр сызамыз. 4 жағынан да. 12, 12, 12, 12, 12 сантиметр. Енді осы пайда болған нүктені 1 сантиметр сыртқа шығарып сызамыз. 1 сантиметр сыртқа шығарамыз. 1, қосамыз. Осымен біздің лекаламыз дайын. Енді мен қазір маркермен бізге қиып алу керек бөлікті сызамын, содан кейін қиямыз. Мінекей, осы бөлікті қайшымен қиып аламыз. Осымен біздің лекаламыз дайын болды. Енді тігуді бастайық. Ең бірінші негізгі матамен Альпа Люксты алып келеміз. Біз әзірге мына бөліктерді қимаймыз. Жан жағынан 1 сантиметр қалатындай етіп қиып аламыз. Альпа Люксты алып келеміз. Негізгі матаны алып келеміз. Қиып аламыз. Альпа Люксты алып келеміз. Негізгі матаны алып келеміз. Енді бізге осы екі матаны сырып тігу қажет болады. Осы жерде сіз өзіңіздің қалауыңызды орындай аласыз. Түзу сызық жасайсыз ба, ромб тәрізді етесіз бе, жүрекшелер жасайсыз ба қалауыңызша. Мен қазір жылдам болу үшін жай түзу сызықтарды сызып шығамын. Мен осындай түзу сызықтар жасаймын. Тігістердің ара қашықтығы 6 сантиметрден болады. Осылай сызып алғаннан кейін мақта матаны алып келеміз. Негізгі матаны жатқызамыз. Бірнеше жерден ине түйреуіштермен тігістердің ортасынан түйреп шығамыз. Закрепка берудің қажеті жоқ. Біз сырып тігіп алдық, үтіктедік. Мінекей, енді лекаламызды алып келеміз. Тігіске ешқандай қосымша бермейміз. Қосымша осы лекаланың ішіне қосылған. Негізгі матадан қиып алдық, енді астарлы матадан қиып аламыз. Астарлы матадан да қиып алдық. Мынаны X деп белгілейміз. Бұл теріс жағы, мынау оң жағы, шатасып кетпес үшін. Енді бізге қосымша бөліктерді қиып алу қажет болады. Ол үшін мына аралықты өлшейміз. 21,5 сантиметр, 24 сантиметрді қиямыз. Бұл біздің косметичкамыздың тұтқасы болатын болады.
ал ені 12 сантиметр. Клей материалды алып келеміз. Ұзындығы тура мына матамен бірдей, 24, ені 3 сантиметр. Енді мына матаны алып келеміз. Теңдей екіге бүктейміз үтік үстелінде. Содан кейін әр мына бөлігін ішке қайырып, осылай үтіктеп аламыз. Матамызды ашамыз. Мына бөлікке осылай жабыстырамыз үтікпенен. Осылай бір үтіктеп аламыз. Дайын күйінде осылай шығу керек. Мінекей клей материал жабысты. Енді шетіне 5 мм жеткізбей, 2 түзу тігіс жүргіземіз. Өзімізге қажетті замоктың көлемін қиып алдық, бүйгінокты өткіздік. Замогымызды тікпестен бұрын біз косметичканың тұтқасын тігіп алайық. Ол үшін бізге мына негізгі мата қажет болады. Мына жіңішке бөліктің мына шеті қажет, яғни жуан бөліктің емес, жіңішке бөліктің мына ойық жері қажет болады. Осы жердің центрін тауып аламыз. 12, 6 яғни. Осы жерге центрге дәлдеп, мына бөлікті түйрейміз. Егер сізге мындай шығып тұрған ручка ұнамайтын болса, сіз кішкене төмендеу етіп істесеңіз болады. Мен де қатты биік емес, жан-жағынан 1 сантиметр артық қалатындай етіп, мінекей осылай түйреймін. Шетіне 5 мм жеткізбей тігеміз. Тұтқан тігіп алғаннан кейін, енді замокты негізгі және астарлы матаға қосатын боламыз. Ол үшін қазір бізге қажетті бөліктердің барлығының центрін тауып аламыз. Мына жер бізде 24, мінекей. Көрінетіндей етіп белгі қалдырамыз. Біз замоктың жан-жағына 2 сантиметр қалдырғанбыз, замоктың да центрін тауып аламыз. Көрінетіндей етіп белгі қалдырыңыздар. Енді мұқият қараңыздар. Мынау біздің негізгі матамыздың қысқа бөлігі. Оң жағына, мына замоктың оң жағының центрін беттестіреміз. Астарлы матаны алып келеміз. Мына центрдегі белгімен мына жерді түйрейміз. Тігін машинасында шетіне 1 сантиметр жеткізбей тігіп аламыз. Матамыздың бір бөлігіне замокты қосып тіктік, тігісті үтіктеп алдық. Енді оң жағынан тігін машинасында сыртынан декорлық тігіс жүргіземіз. Мына шетіне 3 мм жеткізбей тіксек болады. Декорлық тігісіміз өте әдемі шықты. Енді екінші бөлікті қосайық. Мынау біздің центріміз. Негізгі матаны түйреп алғаннан кейін теріс аударамыз. Астарлы матаны әкеліп түйрейміз. Центр нүктесін байланыстырамыз. Тігін машинасында шетіне 1 сантиметр жеткізбей тігіп аламыз. Шетіне 1 сантиметр жеткізбей тігіп алдық, тігісті үтіктедік. Енді мына екінші бөлікке декорлық тігіс жүргіземіз. Мінекей замогымызды өте сапалы етіп тігіп алдық. Енді ары қарай жалғастырамыз. Осы кезде, егер сіздің өзіңіздің биркаңыз болса, этикеткаңыз болса, соны мына замоктың аяқталатын шетінің мына төмен жағынан 3 сантиметр көтеріп тігіп қойсаңыз болады. 3 сантиметр көтереміз. 5 мм жеткізбей тігіп аламыз. Енді мына бөліктерін қосып тігеміз. Егер сізде менікі сияқты замок болса, сіз соңына ішін апарып, бүйгінокты шығарып аласыз. Мына жағынан ашасыз. Бүйгінокты тура осылай ортасына қалдырамыз. Егер сізде қарапайым замок болса, ештеңе етпейді. Мына жерді сіз қолмен тігіп алсаңыз болады. Енді толықтай негізгі матаны, астарлы матаны екі бөлек теріс аударамыз. Мінекей астарлы мата бөлек, негізгі мата бөлек. Енді осылай жатқызамыз. Негізгі матаның мына ұзын бөлігі мен қысқа бөлігін түйрейміз бірінші. Ол кезде мына астарлы матаны да бірге қоса түйрейміз. Мінекей 3 бөлікті қосқаннан кейін, мінекей мына 4-ші астарлы матаның бөлігін әкеліп қосамыз. Мінекей бір жағын аяқтадық. Енді екінші жағын тура солай жасаймыз. Бірінші негізгі мата мен негізгі мата және астарын қосып аламыз. Сосын мына 4-ші бөлікті әкеліп ыңғайлап түйрейміз тағы. Енді тігін машинасында шетіне 1 сантиметр жеткізбей закрепка беріп тігіп шығамыз. Екінші бөлікті де тура солай жасаймыз.
Енді кез келген осындай бір бұрышынан асықпай оң қаратамыз. Жан тігістерін тігіп бүктеп алғаннан кейін бізде мына 4 бөлігі қалады. Сол бөліктерін қазір тігетін боламыз. Оны тікпестен бұрын бізге ұзындығы 16 сантиметр, ені 4 сантиметр болатын осындай астарлы матадан 4 бөлік қажет болады. Бізде мына аралық 12 сантиметр етін біз жан-жағына 2 сантиметр тігіске алып, 16 сантиметр матаны қиып аламыз. Ол бізге қазір мына тігісті жабуға көмектеседі. Енді әр бөлікті осылай жинаймыз. Тігін машинасында шетіне 7 мм жеткізбей тігіп аламыз. Оң жағынан тексереміз. Барлығы дұрыс болғаннан кейін артық мына припускты қиып тастаймыз. Енді бір лентамызды алып келеміз. Жан жағынан 2 сантиметр қалатындай етіп, жаңағы тігістің үстінен тігіс жүргіземіз. Тігіп аламыз. Мінекей осылай тігіп алғаннан кейін, мына жақтағы матаның бөлігін ішке бүктейміз. 1 сантиметр қайырамыз және тағы да 1 сантиметрге қайырып, мына тігістің үстінен осылай түйреп қоямыз. Енді тігін машинасында мына шетіне 1 мм жеткізбей тігіп шығамыз. Сонда біздің тігісіміз осылай толықтай жабылады. Қалған 4 бөлігінде тура сол әдіспен қайталап тігіп шығамыз. Мінекей косметичкамыздың ашық қалған 4 жерінде осылай өзінің тігісімен тігіп жауып қойдық. Өте сапалы, ешқандай жіп шығып тұрған жоқ. Енді оң қаратайық. Мінекей осымен біздің косметичкамыз дайын болды. Іші өте кең, сыйымды. Жолға шыққанда кез келген затты салып алып жүруге болады. Жақындарыңызға, тапсырысқа, сыйлыққа міндетті түрде тігіп беріңіз. Видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Гүлхан.